Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі шолуда сіздерді осы аптадағы Қазновости ақпараттық порталында жарияланған маңызды жаңалықтармен таныстырамыз. Қуат Хамитовқа қандай үкім шықты? Халыққа коронавирусқа қарсы вакцина қашан салынады? Карантиндік шектеу шаралары күшейтіледі. Қай ел шекарасын жапты? Әлемдегі ахуал қандай? Үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев коронавирусқа қарсы қазақстандық вакцинаны салдыратын айтты. Сондай-ақ президент үкіметке әкімдермен бірлесе толыққанды дайындықты қамтамасыз етіп, 1 ақпаннан бастап жаппай вакциналауға кірісуді тапсырды. Елде қаржылық мониторинг агенттігі құрылды. Ведомство тікелей президентке бағынады. Агенттік төрағасы болып Жанат Елиманов тағайындалды. Жаңа құрылым қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырып, терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекет етеді. Экономикалық және қаржылық қылмыстармен де айналысады. Жаңа қазақ әліпбиі жарияланды. Жетілдірілген әліпбиде әріп саны 31. Қазақ тілінің 28 дыбысы толық қамтылған. Жаңа әліпбиге кезең-кезеңмен көшу 2023 жылдан бастап 2031 жыл аралығында жоспарланып отыр. Елордада жексенбі күні қоғамдық көлік жүрмейді. Бұл күні дезинфекциялық жұмыстар жасалады. Дүйсенбіде барлық бағдар штаттық режимде қатынай бастайды. Ал Алматыда 1 ақпаннан бастап кинотеатрлардың жұмысы тоқтайды. Демалыс күндері сауда орталықтары жұмыс істемейді. Алмалы аудандық соты аралас жекпе-жек шебері Қуат Хамитовты 6 айға бас бостандығынан шектеу туралы үкім шығарды. Еске сала кетейік, былтыр қыркүйек айында аралас жекпе-жек шебері әлеуметтік желіде жұртты билікке қарсы күш қолдануға шақырған. Енді әлемдегі ахуалға тоқталайық. Португалия үкіметі коронавирус кең таралмау үшін Испаниямен шекараны жабу туралы шешім қабылдады. Бұл елде соңғы тәулікте қауіпті індеттен 303 науқас қайтыс болған. Жаңа Зеландия келесі жылға дейін шекарасын ашпайды. Індет басталғалы 5 миллионға жуық халқы бар мемлекетте 2000-нан аса азамат вирус жұқтырып, 25 адам қайтыс болған. Германия үкіметі коронавирус көп анықталып жатқан мемлекеттердің саяхатшыларын шекарадан өткізбейтін болды. Бұл тізімде Португалия, Ұлыбритания, Орталық Африка, Бразилия сияқты мемлекеттер бар. Жүк тасымалдаушыларға ғана шекарадан өтуге рұқсат берілуі мүмкін. Норвегия билігі де шекараларын жабатыны туралы мәлімдеді. Елге кіру тек аса қатты қажеттілік туындағанда ғана рұқсат етіледі. Билік өкілдері тауар тасымалдауға рұқсат береді. Сонымен қатар Швеция мен Финляндиядан келетін медицина мамандарының елге кіруіне болады. Лондон Португалиядан, Оңтүстік Америка елдері мен Африка мемлекеттеріне келушілерге міндетті карантин енгізбек. Елге келгендер 10 күн бойы бақылауда болады. Тәртіп бұзғандарға айыппұл салынады. Осы және өзге де маңызды жаңалықтарды Қазновости ақпараттық порталынан оқи аласыздар. Келесі аптада кездескенше аман болыңыздар.